Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Бүгінгі шығарылымда мен UFC жаңалықтарына басымдық беремін. Онда айта қалар нәрселер көп болып тұр. Бірінші жаңалық әрине бұл асудың кездесу туралы. Алдағы жексенбінің таңында ол Хосе Джонсонмен кездесетін болады. Қарсылас туралы мен айтқан болатынмын. Орта деңгейлі қарабайыр жауынгер. Ерекше іліп алар еш нәрсесі жоқ. Бұл кездесуде букмекерлердің пайымдауынша асу айқын фаворит. Алла қаласа қарашадай қазақ оны аман есен өтеді деп отырмын. Бұл кездесуді айтпақша Сетанта Спортс 2 арнасынан тамашалай аласыздар. Негізгі карттың басталуы таңғы 7-те. Амандық болса өзім комментаторлық қызмет атқаратын боламын. Асу өздеріңізге белгілі айдан аса Kill Cliff залында Хенри Хуф қол астында дайындалды. Бәрі жоспармен өтті. Біздің бала медиа күндерге де қатысты. Өзін жақсы сезініп жүр. Енді қалғаны салмақ жасау. Әдетте бұл ең күрделі кезең Алмабаев үшін аса қиын берілмейді. Одан өтетіндігіне сенім мол. Кездесу жоспары туралы былай дейді. Мен базалық джитсермін. Түрлі спортпен айналысқанмын. Дегенмен жақсы өтетіні күрес. Реті келсе қарсыласты партерге алып барып, сол жақта жұмыс жасауды жоспарлап отырмын. Ыңғайына қарай әдіс жасауға тырысамын. Бәрі дұрыс деп сөзін түйіндеді. Кездесу алдында оны алаңдата бермеу үшін осылайша қысқаша қайырып отырмын. Енді Шавкатқа келейік. Хабибтің ықпалы UFC-де қаншалықты мықты екендігін айтқан болатынмын. Өткен жолы бір шулы видео шықты ғой. Ол жақта Хабиб Шавкатты белсенді түрде Камару Усманмен жолықтыру жолын қарастырып жатқаны. Сосын Шавкат өз позициясын айтты. Усман мен Ковингтон менімен шудан бас тартты. Мадалена жарақат алды. Енді мен Эдвардс Мухаммад кездесуінің жеңімпазымен жолығам деп еді. Ал бүгін Камару Усман тарапынан тың ақпарат келіп отыр. Нигериялық қаны бар американдық Pound for Pound подкастына берген сұхбатында әрбір қарсыласпен шуға дайынмын деп отыр. Шавкатты да алып келе бер дейді. Ертеректе ол Рахмоновпен бірге бір бапкерде дайындалғандықтан онымен шыққым келмейді деп еді. Енді басқаша сөйлеп отыр. Не болып қалды бұл аралықта? Хабибтің ықпалы ма? Әрине, бұл кездесудің өтуіне бірінші мүдделі адам сол Хабиб. Өйткені Шавкатқа жақсы кездесу тауып беру арқылы ол өзінің адамы Ислам Махачевке жартылай орта салмақта чемпиондық жолды аша алады. Хабиб бұл шаруада Дана Уайтты да көндіріп қойған. Боста Усман Шавкатпен шығу үшін экс-чемпионды жақсы ақшамен қызықтыруда. Енді міне біз жаңа болуы мүмкін кездесу алып отырмыз. Камарудың мына мәлімдемесіне кейін көп созбақтауға болмайды. Жақын уақытта Рахмонов Усман жекпе-жегі жарияланады. Әрине бұл бізге ұнамайды, дегенмен көндігуге тура келеді. Жалпы жақсы жекпе-жек қой. Шавкатқа бұл медиалық келеді. Егер Усманды мезгілден бұрын ұтса, онда Рахмоновтың беделі Махачевтен де асып түседі. Кейін Ислам жартылай орта салмақ дивизионның белбеуін алған күннің өзінде халық оған көп сата қоймайды. Не Шавкатпен шуға мәжбүрлейді, не босатуын талап етеді. Ал Камарудың оңай ұтатын болса, Шавкатпен Исламның шығуы екіталай. Міне бұл тарихтың қысқаша жалғасы әзірге осындай. Енді мен тағы екі жаңалықты қоса кетейін. Хамза Чимаев қатты сырқаттанып қалды. Ол 22 маусым күні австралиялық Роберт Уитакермен шығуы керек еді. Алайда мына бір оқиғадан соң ол кездесуге шықпайтын болыпты. Дубайда тұрып сонда жаттығатын бұл шешен жауынгеріне не болғаны түсініксіз. Бірақ жағдайы өте қиын дейді білетіндер. Бұл жаңалықты Дана Уайттың өзі хабарлады. Оның орнына Уитакер мен Икрам Алияскеров шығатын болыпты. Не де болса Хамза тезірек сауығып кетуін тілеймін. Мұнымен қоса тағы бір жағымыз жаңалық. 29 маусым күні UFC 303 турнирінде ирландиялық Конор Макгрегорда төбелесуі керек еді. Ол 70 келі салмақта американдық Майкл Чендлермен шығады делінген еді, бірақ бұл да болмайды. Ресми жаңалық осындай. 3 маусым күні Дублинде осы кездесуге қатысты баспасөз мәслихаты өту керек болатын, алайда ол өтпей қалған. Міне осыдан соң Конордың октагонға оралуына күмәнмен қарайтындар табылған еді. Біршама уақытқа дейін UFC жекпе-жек болады деп сендіріп келді. Бұл сондай айла тәсіл ме, басқа ма ұқпадым. Бірақ міне енді ол жарияланды. Бұл Макгрегордың жанкүйерлері үшін бастарына жай түскендей жаңалық болған анық. Бейресми ақпарат көздерінен сенсек, кездесудің өтпейтіндігіне Конор кінәлі. Ол тым көп салмақ қосып алып, сол мерзімге дейін артық массадан арыла алмайтындығына көз жеткізген соң идеядан бас тартыпты. Дегенмен жақсы шу болды. Кездесу қазіргі сәтте ресми түрде өтпейді делініп отыр. Кейінге қалдырылды деген сөз жоқ. Енді ирландиялықтың октагонға оралуы қашан боларын бір Алла біледі. Сөз соңында өзбек профи боксына қатысты жаңалық. Ала шапандағы ағайындардың тағы бір боксшысы паунд лидерлердің бірімен жолығуы мүмкін. Әңгіме Мұратжан Ахмадалиев пен Наоя Иноуэ жайында. WBA ұйымы қос боксшының өзара кездесуге келісу үшін 14 шілдеге дейін уақыт берді. Осы аралықта олар жекпе-жек датасын және кешті кім өткізетіндіктерін шешуі тиіс. Әйтпесе кеш саудаға шығарылады. Бұл істің аяқталуы 25 қыркүйекке белгіленіп отыр. Одан ары қарай ұйым басқаша шешімдер қабылдаумен айналысады. Жалпы өздеріңіз
өздеріңізге белгілі, өзара келісу, саудаға шығарылу деген жекпе-жек міндетті түрде болады деген сөз емес. Дегенмен Ахмадалиевтің бұл деңгейге жетуінің өзі керемет нәрсе. Естеріңізге салайын, Исраил Мадримов тамызда Теренс Кроуфордпен шығады. Енді Мураджан Иноуэмен келіссе, бұл өзбек профи бокс үшін космостық деңгей болғалы тұр. Қызғамыз, әрі қызғанамыз, бірақ қол соғамыз. Өрлей берсін өзбек боксы. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.